Армысыздар. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Әр адамның жүрегінде жатқан ерекше бір сыр болады. Ол сыр әдемі болса жақсы, көп жағдайда ол құбыжық кейпінде. Менің де өз дертім бар. Оның аты Жамал. Жамал менің анам. Есімді еміс-еміс біле бастағаннан анам екеуміз-ақ тұрдық. Қоңырқай тірлік етсек те, жылы шуақты әлемде өмір сүрдік. Анам мектептің еденін жуатын, ал мен сол мектептің жанындағы бақшаға бардым. Екеуміз-ақ едік, шүйіркелесіп, қауылдасып, құшақтасып, жұбымыз жазылмай жүретінбіз. Мен сол мектепке 1-ші сыныпқа бардым. Анамның мектеп дәлізінде отырып, қоңырау соғатынын үлкен мәртебе және мақтаныш көрдім. Ұят кейін келе бастады. Есейгенде, Айжанды ұната бастағанда, анамды танымайтын адамдай өте шығатын болдым. Ол кісі ренжімейтін, ол кісі бұл дүниеде еш нәрсеге ренжімейтін. Мен 1-ші сыныпқа барған жылы әкем оралды. Кейін есейгенде ұққаным, ол түрмеге отырып келіпті. Не үшін отырғанын анам ақыры айтпай қойды. Туған әкеммен 7 жасымда таныстым. Басында тозырқадым. Содан соң аздап жүби бергенімде ол ішіп келіп анама қол көтергенді шығарды. Менің жеке тозағым осылай басталды. Арашалай алмайтын едім. Себебі ол ересек, тым қауқарлы, тым күшті. Шырылдап арқасынан жармасып, кішкентай әлсіз жұдырығымен тоқпақтайтынмын. Ол шыбын шаққан құрлы көрмейді. Өші кеткендей, мамамды тепкеннің астына алатын. Кейде арқасына жабысқан мені жұлып алып, әудем жерге лақтырып жіберетін. Солай қабырғаға да соғылдым. Солай жүріп, талай мәрте басымды жерге бір ұрдым. Анам көнбіс болып шықты. Қанша таяқ жесе де әкеме қарсы тұрған емес. Әкем ішіп келгенде өз-өзінен былқ-сылқ етіп таяқ жеуге ыңғайлана береді. Шағымданайын-ау, көмек сұрайын-ау демейді. Оның осы көнбістігі әкемнің ызасына тиетін тәрізді болып көрінеді. Содан соң ара түсуді тоқтаттым. Жан дүниемді жайбарақат, селқостық басқан еді. 3-ші сыныпта оқып жүргенімде анамның аяғы ауырлап, дүниеге қарындасымды әкелді. Есімін Әйгерім деп қойдық. Өзіміз Айка дейтінбіз. Негізі бір түйгенім, өмір жасы ұзақ болмайтын, өкіндіріп, өксітіп кететін адам баласы періштедей таза, аңғал және тәтті болатын тәрізді. Айка бір ерекше жаратылыстың пендесі болды. Сүйкімділігі мен қылықтылығы өз алдына, сабағына ұқыпты, әліне қарамай үй жинап, тамақ істеуге әрекеттенетін. Папаны алдамақ болып, неше түрлі қитұрқ әрекеттерге баратынын көріп жүрегім езіліп кете жаздаушы еді. Әкем бірақ ішкенін, мамама қол көтеруін тоқтатпады. Содан соң 16-ға ілгері ілеспіп жүріп, мен де қосылдым. Жоқ, Құдай сақтасын, анамды ұруға емес, ішуді бастадым. Сыныптасым Айжан қашанда қасымнан табылатын. Сабаққа бармай қалғанымда адамның миына келмейтін әлде бір себептер ойлап тауып, мектеп басшыларының қаһарына қаншама мәрте арашалап қалған еді. Мен оны әлі де жақсы көремін, әрі жек көремін. Жақсы көретінім анама ұқсайды, жек көретінім анама ұқсайды. Кет жолама деп қанша қусам да, екі көзі жәудіреп, жалтақтай қорқып тағы бір көмегін ұсынады. Арақты алғыздым, тіпті қол көтерген күндерім де болды. Бірақ Айкадан соң бәрі өзгерді. Сол күні таңертең әкемнің Айканы араққа жұмсап жатқанын естідім. Ол бас жазуға түк таппай, Айканы қарызға арақ әкеп беруін өтінген. Жексұрын, періштедей баланы да аямайды-ау деп күбірледім. Бірақ кешегіден соң өзімнің де басым сынып, сасық, жабысқақ терге малшынып, мал болып жатқанмын. Бір жағынан арақ келсе, өзімде басымды жазып қалармын деген есек дәме бар. Айка ақылды қыз ғой. Бармасына, әкелмесіне болмайтынын түсінгендей, томпаңдап, аяқ киімін, сырт киімін киіп шығып кетті. Ол сол кеткеннен ешқашан оралған жоқ. Тіпті жерлеуге де мәйітханадан алып кетті.
әлдебір әлеуметтік қызметтің адамдары жайғастырды. Себебі анамның жүрегінің талмасы ұстап ауруханадан бір-ақ шықты. Әкем екеуміздің жайымыз белгілі. Сонымен солай болды. Машина қағып кетті. Жарқ еткен бір сәуле біздің қапас өміріміздің қабырғасын жағалай аралап шықты да ғайып болды. Содан соң мен ішпеймін деп шештім. Ешқашан өлсем де ішпеймін. Және бұл үйде бір секундта қала алмаймын. Жаман-жұман киімдерімді жинап, бір пакетке салып, Алматыға тартып кеттім. Ешкімге еш нәрсе айтқан жоқпын. Не үй жоқ, не күй жоқ, мамандық жоқ. Мектепті де бітірмегенмін. Бірақ ол үйде бір секундта қала алмайтынымды түсіндім. КСК-ның сыз сасыған жертөлесінде тұрып жүріп, көше сыпырдым. Сантехник жігіттерге шәкірт болып жүріп, осы кәсіптің қыр-сырын меңгердім. Жігіттермен бірігіп пәтерге шықтым. Кейде жалақы төленбей, қосалқы ақша жасалмай қалғанда жертөлені қайта паналаймын. Мені құтқарған ішпейтіндігім және жұмысыма ессіз адалдығым. Адамдар өздері жоқ бұл қасиеттерді жоғары бағалайды. Алмаған бәрібір. Әйтеуір күнімді көрсем болды. Әйтеуір үйге қайтып оралмасам болды. Өстіп жүргенімде бір күні мені анам іздеп келді. Қолында дәл менікіндей көк пакеті бар. Жөн-жосықты білетін, сыпайы жолдастарым кешкі тамағымызды құрастырып беріп, жұмысқа кетті. Мен анамды қатты сағыныппын. Және қалай қартайып кеткен дейсің. Сонау бір балалық кезге екеуміз ғана тұратын ғажайып уақытқа қайта оралғандай болып келіп жыласамшы. Кеудемде мұнша өксік жиналғанын өзім де білмейді екенмін. Арасында өкіріп аламын. Қысыққан демім қайта шықпай, жүрегім тоқтап қалар ма екен деп шошыдым. Бір сәт анам болса көзінен домалап, аузы мұрнына құйылған ірі тамшыларды орамалының ұшымен ғана сүртіп, үнсіз егілді. Осылай қанша отырдық білмеймін. Балам, кеш мені, деді ол. Үйді әкеңе тастап мен де кеттім. Шыдай алмадым. Айка екеуімнің алдында мен кінәлімін. Айка екеумізді жолында құрбан ететіндей, ол кім мама? Ол кім сонша? Кім деймін? Қыстығып. Анам да жылайды, мен де жылаймын. Мама, енді екеуміз ғана тұрайықшы. Оған оралмашы. Мен 2 жұмыс, 3 жұмыс істеймін. Екеумізді толық қамтамасыз етемін. Енді мені тастамашы деп. Мені ешкімге айырбастамашы деймін. Жарайды құлыным, жарайды ботам деген. Анамның ет жақын, ыстық үні әлдилеп, талықсып ұйықтап кетіппін. Таңертең тұрсам анам жоқ. Ұшты күйлі жоқ. Түнгі кезекшіліктен жолдастарым келе бастаған. Анам жоқ. Бір күн, бір түн тапжылмай күттім де келесі күні полиция учаскесіне барып арыз түсірдім. Олар бірден әкеме хабарласты. Анам қайтыс болып кетіпті. 1 ай бұрын. Әкем жерлеуге де бармаған. Оны мектепте бірге істейтін құрбысы айтты. Өзі арулап жөнелтіпті. Ал мені қанша іздесе де таппай қойыпты. Миға сыймайтын бұл хабар мені әбден есеңгіретті. Осының барлығына шыдау үшін қандай күшті, қандай мықты болу керек. Мен мықты емеспін ғой. Мен мүлде мықты емеспін. Ең бірінші ойым ес-түссіз ішу болды. Көз алдыма үзілген жапырақтай болып, албырап қарындасым Айка келді. Анамның шаршаған, әжім мен қасірет торлаған өңі елестеді. Өлген соңда жаны жай таппай жатыр-ау деп ойладым. Содан соң қайта жинақталдым. Құран оқыттым. Өзім Құран үйреніп, осы 2 аяулы аруаққа бағыштап, үйде оқытып отыратын болдым. Қолымнан басқа не келеді? Достарым, олардың кең пейілді ата-аналарының арқасында Айжанға үйленіп үйлі болдым. 2 қызымыз бар. Бірінің есімі Жамал, екіншісі Әйгерім. Енді осы 2 перзентімнің бақытты ету арманым. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар.
Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.